Айнада біреу тіршілік ете ме? Қазақша мистика. Осыдан 6 жыл бұрын мен оқуыма байланысты басқа қалаға көшуіме тура келді. Содан бері үйіме барған жоқ едім. Енді міне, дағдарыстың салдарынан және өзге де келеңсіз жайттерге байланысты аз ғана уақытқа туған қалама оралуға тура келді. Үйіміз типті үлгідегі 5 қабатты, құрылыс жүргенге дейін бұрынғы батпақты жер орнында орналасқан. Бұл арадан ешкім ешқандай тылсым құбылысты байқамаған еді. 2 бөлмелі пәтерімізде де айта қаларлықта ештеңе болған емес. Үй иесін, яғни домовойды байқағанымызбен оның ешқандай да зиянын көрмедік. Өзгелер сияқты күн кештік. Мәселенің мәнісі мынада. Мен қазір суретшімін. Әдетте сурет салуым түн ортасына дейін жалғасатын. Бөлмедегі айна менің жұмыс үстелімде қапталдас қабырғада ілулі тұратын. Егер басымды сол жаққа қарай бұрсам болды, өзімді тұтастай көре аламын. Осыдан 1 ай бұрын маған айнадан жалтыраған жарықтар көріне бастады. Мұны көліктердің немесе көршілердің терезесінен түскен жарық деп ойлап қалатынмын. Бірақ олай болмай шықты. Жұмыс істеп отырып, көз қиығыммен айнадан маған қарай әдейілеп дәлдеп бағытталған аппақ сәулелерді көрдім. Құдды біреу айнада тұрып алып, қалта айнасымен өзіне назар аудартып, жарық түсіруге әрекет жасап тұрғандай. Мен тіпті не болып жатқанын анықтау үшін сынақтар жасап көрдім. Терезені қараңғылап жауып, компьютерден басқа барлық жарықты өшіріп тастадым. Себебі, егер айнаға тура қарасаң, ештеңе сезілмейді. Ал мен одан кері бұрылған кезімде жалтылдау бір нәрсе басталады. Қараңғыда бұл айдан анық білінеді. Егер күрт бұрылсам, онда бәрі ғайып болып кетеді. Айнаны тазарту жоралғыларын барлығын жасағандай болдым. Бірақ 1 аптадан соң бәрі қайтадан басталды. Тіпті не айтарымды да білмеймін. Негіз оның залалы жоқ, дыбыс та шығармайды. Тек ара-тұра жұмыстан көңіліңді аудартып жарқылдайтыны болмаса. Өзіңе өзің қара, бетіңе күтім жаса дегенді астарлап білдірген шығар дегіңіз келер. Бірақ мұнды түнгі сағат 3-4-те айтпайтыны белгілі емес пе? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.